Сәлем достар, Оңай каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен акулалар туралы қызықты мәліметтермен бөлісетін боламыз. Қанеки, кеттік достар. 3 метрлік акула бір сиырдың түгелдей бүйірін жұта алады. Акуланың асқазанынан бөтелке, сөмке, почта жөнелтімдері, снарядтар мен гранаталар, лақтырма қармақ секілді түрлі заттар табылған. Акулалардың яхталар мен балық аулайтын қайықтарға да шабуыл жасаған жағдайлары бар. Акулалар жүзгіштерге су температурасы 18 градустан жоғары жылы суларда шабуылдайды делінеді. Ал зерттеушілер 790 шабуылдың тек 3-еуі ғана су температурасы 18 градус болғанда орын алды дейді. Бірақ сонда да акулалар суық суда шабуылдамайды деген қорытынды жасалған болатын. Дегенмен, ақылы бар кез келген адам жүзгіштердің жылы суда жүзгенді қалайтынын жақсы біледі. Сондай-ақ суық теңізде акулалар аз жүреді. Әр түрлі дерек көздерге сүйенсек, акулалар жыл сайын 80-300 шақты адамды жемтік етеді. Қазір көптеген туристік елдерде акулалардың шабуылы туралы ақпарат жарияланбайды. Сондықтан Қызыл теңізде қанша адамның акуланың жемтігіне айналғанын білу мүмкін емес. Бірақ жергілікті тұрғындардың айтуынша, тек Эйлат курорттық аймағында жылына 2-3 адам акуланың шабуылынан қаза табады. Оның өзінде ашық теңізде яхтамен серуендеп жүзіп жүргендер акуланың жемтігіне айналып жатады. Түріне байланысты акуланың аузында 30-дан 400-ге дейін тіс болуы мүмкін, және олар бірнеше қатарда орналасқан. Ал 4 метрлік акуланың жағының қысу күші 20 килоньютон. Акулалардың адамдарға жасаған шабуылының жартысы өліммен аяқталады. Акула қанды алыстан сезеді. Олардың жараланған киттерге де бірнеше шақырым қашықтықтан келіп шабуыл жасаған кезі болған. Акула жемтігін 5 метрден көре бастайды. Ол алыс қашықтықта ғана жемтігін сезіп ести алады. Акула киімі бар адамға көп шабуыл жасамайды. Теористер суға түскенде шешінбеуге және аяқ киімдерді шешпеуге кеңес береді. Бірақ бұл жағдайда суға тез батып кетуге болады. Негізінен акулалар сағатына 8 шақырым крейсерлік жылдамдықпен қозғалады. Бірақ азық іздеу немесе шабуылдау кезінде орташа акулалар сағатына 19 шақырымдықпен қозғалады. Ал мако акуланың жылдамдығы сағатына 50 шақырым жылдамдыққа жетуі мүмкін. Акулаға өз салмағына байланысты тек 3-14% мөлшеріндегі азық бір аптада жетеді. Кейде акулалар азық іздеу кезінде естен адасады. Жемтігін іздеген акула теңіз жануарларына, адамға немесе су асты сымына, яғни кез келген затқа шабуыл жасай бастайды. Акула 600 000 литр суға түскен 1 грамм қанды 500 метр қашықтықтан сезеді. 1967 жылы Мельбурн тұрғыны Генри Бурс жағалауға жақын жерде шомылып жүрді. Сол кезде кенеттен акула келіп, оның аяғын тістеп алады. 1 жылдан кейін Генри аяғының орнына протез салып, жағалауға қайта келеді. Сонда ол суға жүзіп бара жатып, жағалауға бұрылғанда патрульдік қайықтан шыққан ескертуді естіді. Сөйтсе, оның артында акула жүзіп жүрген. Осылайша, ол ақырында жыртқыштың жемтігіне айналды. Акула шабуыл жасаған кезде жемтігіне алдымен төменгі жағынан тістерін батырады, ал жоғарғы тістерімен пышақ секілді кескілейді. Брамстың колыбельный сияқты ұйықтататын композициялары акулаларды гипноз әсері секілді трансқа түсуге мәжбүрлейді. Акулалар теңіз кезбелері болып табылады. Ол жемтігін іздеу үшін мұхит жолын бойымен кезіп жүре береді. Кейде олар
ас үйдегі қалдықтарды суға лақтырып жүре беретін кеменің ізіне түсіп еріп жүреді. Акулалардың бәрі жыртқыш емес. Мысалы, көптеген акулалар, соның ішінде үлкен кит, акула, планктон, медуза және кішкентай балықтар секілді теңіз жәндіктерін азық етеді. Осымен достар, бүгінгі видеомыз тамам. Сіздерге бұл қызық фактілер пайдалы болды деп ойлаймыз. Келесі кездескенше сіздермен болған Оңай каналы. Каналға жазылуды және де лүпіл басуды ұмытпаңыздар.